Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 5 минутта дайын болатын ең оңай әрі ең пайдалы печеньені дайындайтын боламыз. 1 стакан овсянка, қант, жұмыртқа, үккіштен өткізілген сары май, ірімшік және ұнға қосқышты қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде 1 келкі масса шығу қажет. Сосын қасықтап алып, қолымызды сулап, шарик жасаймыз. Қолымызды сулағанымыз маңызды, себебі масса қолымызға жабысып қалады. Және әрбір шарикті арасын алыстау қылып қоямыз. Себебі ол пеште жайылатын болады. Үстін кішкене басып қойып, 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Осылайша біздің печеньеларымыз дайын. 2 порция жасасаңыздар да болады, себеп тез желініп жоқ болып кетеді. Отбасыңызға ұнары сөзсіз өте жұмсақ болып шығады, әрі ең бастысы балаларға пайдалы. Видео ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп қойды ұмытпаңыздар.